Қайырлы күн достар. Мен бүгін жаппасай тамағын жасамақшымын. Оған ең бірінші қажет ет, болгар бүріші, сәбіз, жуа, қызанақ және картоп. Картопын да осылай дөңгелек қылып турап салып қойдым. Қазір жасау барысында көресіздер. Қайтадан суға салып қойдым. Себебі бойындағы крахмалынан арылу қажет. Қазандағы майымыз қызды. Өсімдік майын құйып қойдым. Енді етті салатын боламын. Етіміз қазір қуырылғанша мен бір нанымды ысып дайындап қоямын илеп. Етіміз қуырылып болды. Енді пиязымызды саламыз. Piyazımız қуырып болды. Енді сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз қуырылып болды. Енді қызанағымызды саламыз. Қызанағымыз қуырылып болды. Енді тәтті бұрышымызды саламыз. Қамырымызды жайып, оған шемішке майын қосып, осындай төртбұрышты етіп кесіп қойдым. Қазір осы қамырды енді тәтті бұрыш қуырылып болғаннан кейін су құйып, бетіне картопын салам, содан кейін осы қамырды салатын боламын. Міне қызыл тәтті бұрыштан кейін суын осылай құясыздар. Одан кейін оның бетіне картоптарды дізіп салып шығамыз былай. Негізі картопты төртбұрышты турап капуста салуға болады. Оған менің балаларым капустаны жақсы көрмейді. Сол үшін мен картопты осылай үлкен турап жауып шығам бетіне. Өйткені жаңағы нанымызға су тимей тұру керек. Салып қойдық. Енді осының бетіне жаңағы майланған, шемішке маймен майланған қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды осылай салып шығамыз. Тек жиектерін жауып. Сосын қамырымызды салып болғаннан кейін баяу отта астын басып 40 минут қайнатып аламыз. Қазір минутта дайын болатын тағам. Өте тойымды. Жасалуы жолы да жеңіл. Мінекей қазанымыздың бетін барлығын нан салып, астын баяу отқа басып қойдық. Енді 40 минут пісіреміз, содан кейін тамағымыз дайын болады. Жаппасайымыз пісті. Қамырды алып, осылай қоя бересіздер. Қамыры негізі міне көрсетейін. Қамыры міне. Осындай керемет болады қамыры. Жұп-жұқа. Міне жаппасайымыз дайын.